Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздермен бірге Ибру ағайларыңыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз сызықтық теңсіздіктерді шешу. Бірінші есепке тоқталып кететін болсақ, бірінші есебіміз 3 азайтылған 2х кіші 12 азайтылған 5х. Бұл есепті шығару үшін мына х-ті мына жаққа лақтырсақ, сандарды мына жаққа лақтырсақ, яғни минус 2х бізге мына жаққа минус 5х мына жаққа плюс 5х болып келеді. Кіші мына жақта 12-міз бар. Мына бізде 3-шіміз оң жаққа минус болып барады. Яғни сонда мына жерде бізде 2х қалады кіші 9-дан. Яғни мына жерде енді аралық сызамыз. Бірінші х тауып аламыз. Х тауып алсақ, х кіші 9-ды 3-ке бөлеміз. Сонда бізде х 3 болады. Енді аралық сызамыз. Осы жерден 3-ті қоямыз. 3-ті. Мынаны бояймыз ба, боямаймыз ба? Мынау бізде қатаң. Яғни міне түсініп кетейін. Кіші немесе тең, үлкен немесе тең болса, біз бояймыз. Немесе қатаң емес. Бұлар қатаң емес. Мынау бізде қатаң. Қатаң болса, бізде боямаймыз. Яғни мына жерде боямаймыз. Енді мына х-ның алдына қараймыз. Бұл есеп шешу үшін. Х-ның алды плюс болып тұр. Яғни біз оң жақтан плюс бастаймыз, мына жақ минус. Енді мынаны қараймыз. Мынау бізде х 3-тен кішілер. 3-тен кішілер. Яғни бізде 3-тен кішілер не болады? 3-тен кішілер бізде сол жақта минустар болады. Яғни бізде жауабымыз минус шексіздіктен 3-ке дейін болады. Екінші есепке тоқталып кететін болсақ, екінші есебімізді шешейік. Яғни мына жақшаны ашып аламыз. Қазір келеміз. Х азайтылған 8 үлкен немесе тең. Мына жақшаны ашып аламыз. Сонда бізде 2х қосылған. Мына жерде 2 көбейтілген 1 бөлінген 2 болса, 2 мен 2 қысарып кетеді. Сонда бізде 1 қалып, мына қосылған 7. Мына жерде жазып алсақ, х азайтылған 8 үлкен немесе тең 2х плюс 8 болады мына жерде. Енді х-тарды мына жаққа, сандарды мына жаққа лақтырсақ, яғни мына жерде бізде х-ымыз сол жаққа барса минус 2х болады. Ал үлкен немесе тең 8. Мына жерде бізде минус 8-міз оң жаққа түсе плюс 8 болады. Яғни сонда мына жерде бізде минус х үлкен немесе тең 16 болады. Енді мына жерге қараңыздар. Мына жер өте мұқият болуымыз керек. Х-ның алдында минус болмау керек. Минусты жоқ қылу керекпіз. Минусты жоқ қылу үшін біз оны минус 1-ге көбейтіп жібереміз. Минус 1-ге көбейтсек, бізде х и осы жерде жақсарып қарасақ, біз минус 1-ге көбейтетін болсақ, мына бізде таңба ауысады. Сонда х кіші немесе тең минус 16-дан болады. Енді бұл есеп шешу үшін аралық сызамыз. Минус 16-ны жазып аламыз. Енді қараймыз. Мына жерде боялама или боялмай ма? Мына жерде қараймыз. Тең емес, яғни қатаң емес. Бояймыз. Енді х-ның алдына қараймыз. Х-ның алды плюс па минус па? Алды плюс. Яғни оң жақ плюстан алсаңыз, мына жақ минус. Енді қараңыздар. Мына жерде аралықты боятын кезде ең соңғы теңсіздікке қараймыз. Көбінше оқушылардың сұрақтары осылай болады. Ең соңғы теңсіздікке қараймыз. Яғни бізге не керек? Минус 16-тан кішілері керек. Минус 16-тан кішілері олар бізде минус шығармыз. Ошақты боямыз. Яғни бізде жауап минус шексіздіктен минус 16-ға дейін. Мына жерде жай жақша болады. Мына жерде боялғаннан кейін, қараңыздар, мына жерде боялғаннан кейін ол тік жақша болады. Ол не мағына білдіреді десеңіздер,
яғни бұл минус 16 кіреді. Ал жай жақша болса кірмейді. Сонымен біздің жауабымыз минус шексіздіктен минус 16-ға дейін. Үшінші есепке тоқталып кететін болсақ, үшінші есеп бізде x жақша ішінде x қосылған 3 жақша болады, үлкен x плюс 1 көбейтілген x плюс 3-ке. Яғни екеуінде жақшаны ашып болсақ, яғни x квадрат көбейтіп аламыз, әр қайсына көбейтеміз. X квадрат қосылған 3x үлкен. Жақшаны солай ашып аламыз, әр x-ті әр біріне көбейтіп алып. Яғни бізде x квадрат қосылған 3x, бірді x көбейтсе x-тің өзі қосылған 3x болады. Қосылған 3 болады. Қосылған 3 болады. Енді осы есепті ашатын болсақ, мына жерде қараңыздар, x квадрат пен x квадрат жақсарып кетеді. X-тарды қосып алсақ, яғни бізде 3x үлкен 4x-тан қосылған 3 болады. Яғни біз x-ті сол жаққа лақтырып жіберсек, сонда бізде 3x азайтылған 4x үлкен 3-тен болады. Мына жерде бізде минус x болады, үлкен 3-тен. Жаңа айтып өткенімдей, x-тің алдында минус қалмау керек. Біз оны жою керекпіз. Жою үшін не істеу керекпіз? Біз оны минус 1-ге көбейтіп жібереміз. Минус 1-ге көбейтіп жіберсек, бізде x минус 1-ге көбейткен кезде таңба ауысады. Осы ең маңызды зат. Сонда таңба ауысса бізде x кіші 3-тен болады. Минус 3-тен болады. Кешіңіздер, минус 3-тен болады. Енді аралық сызамыз. Осы аралыққа саламыз. Аралыққа ең соңғы теңсіздікті аламыз. Яғни минус 3-тен. Осы жерде қараймыз, боямыз ба, боямаймыз ба? Бізде не? Қатаң. Қатаң болса боямаймыз. Енді ол жақ плюс, сол жақ минус. Бізге не керек? Бізге минус 3-тен кішілері керек. Яғни минус 3-тен кішілері олар бізде сол жақта. Сонда бізде жауабымыз минус шексіздіктен минус 3-ке дейін. Сонымен төртінші есепке тоқталып кететін болсақ, біздің төртінші есебіміз 9x қосылған 2 бөлінген 10-ға азайтылған 10x азайтылған 2 бөлінген 9-ға үлкен 2-ден. Яғни бұл есепті шешу үшін не істеу керекпіз? Әр біріне ортақ бөлім береміз. Мысалы, ортақ бөлім 90 деп алсақ, 10 мен 9-ға соған келіп тұр. Яғни, мына жаққа біз 9-дан береміз, мына жаққа 10-дан береміз. Мынаның асты 1 ғой. Мына асты 1 болғаннан кейін мынаған 90-ның өзін береміз. Енді әр біріне көбейтіп ашсақ. 9x 9-ға көбейтсек 81x қосылған 18 болады. Азайтылған минус 100x болады. Азайтылған мына жерде минус 20 болады. Үлкен 180-нен. Енді астында жазбай қоймыз, ол себебі сан. Сан болғаннан кейін астынан жазбаймыз, керек емес. Енді мына 81 минус 100x бізде минус 19x болады. Үлкен, мына бізде 18-іміз оң жаққа 18 мен минус 20 бар екен. Минус 120 бар екен. Мына жерде қараңыздар, мына жерде минус қой. Мына жерде минус мынаған влиять етеді. Влиять еткенде, мына жерде минусымыз бізде плюсқа айналып кетеді. Сонда, яғни мына жер 38-ден, плюс 38 ғой, бізде 38 болады, 20-ны 18-ге қоссақ 38 болады. Яғни 180-ден 38-ді азайтамыз. Сонда 180 азайтылған 38. Сонда бізде минус 19x үлкен 142 болады. Жаңа айтқанымдай, x-тің алдында минус болмау керек. Минусты жою керекпіз. Минус жою үшін минус 1-ге көбейтіп жібереміз. Минус 1-ге көбейтіп жіберсек, ол бізде 19x таңба ауысады. Минус 1-ге көбейткен кезде ауысады. Үшкір жағы бүйтіп жаттап алсаңыздар болады. Үшкір жағы, жаңа үлкен болып тұр ана жақ.
үшкір жағы 19-ға қарайды. Таңба ауысады, сол жаттап алыңыздар. Сонда мына 142 бізде минус 142 болады. Сонда бізде x-ымыз x кіші минус 142 бөлінген 19. Мынаның бүтін саны жоқ, сіздерге бөлшек қылып жазбай қояйын, осылай болса жаза берейін. Сонда сразу аралап тастаймыз, аралап. Сонда бізде минус 142 бөлінген 19. Мына жерде қатаң боямаймыз. Мына жақ оң жағына плюс қоямыз, сол жағына минус қоямыз. Енді қараңыздар, мына жерде минус 142 бөлінген 19-дан нелер керек бізге? Кішілері керек. Байқап тұрсаңыздар. Кішілері бізде минус жақта, сол жақта. Сонда бізде жауабымыз минус шексіздіктен минус 142 бөлінген 19. Мына примерно жоқтайтын болсаңыздар, 7-де 1 шығады. Мына жерде x оңда мысалы дәлдеп кететін болса, мысалы минус 7 болса, мына жерде минус 7 болса, минус 8, мына жерде мысалы минус 8, минус 9, минус шексіздік деген, сол кете береді, минус 8, минус 9, минус 10, минус 11, минус 12. Яғни қарап тұрсаңыздар, минус 7 олардан үлкен. Яғни біздің теңсіздіктің жауабы дұрыс. 5-ші есепке тоқталып кететін болсақ, 5-ші есеп бізде 3x қосылған 3 кіші 5 жақша ішінде көбейтілген x плюс 1 жақша болады, азайтылған 2. Осы есепті жасақ 3x қосылған 3 кіші жақшаны ашып жібереміз, 5x плюс 5 азайтылған 2. Яғни мына жерде сандар алаңға жіберсек 3 болады. X-ті сол жаққа, сандарды оң жаққа лақтырып жіберсек, яғни 3x азайтылған 5x, мына жерде жаңа 3 шықты, 3, мына жерде плюс 3-іміз оң жаққа барып минус 3 болады. Сонда бізде минус 2x кіші 0-ден болады. Мына жаңа айтқанымда x-ің алдында минус болмау керек. Минус 1-ге көбейтіп жіберсек, 2x кіші 0-ден. X табу үшін 0-ді қандай да санға бөлсек 0-дің өзі болады. Яғни сонда x мына жерде таңба ауысады, кешіріңіздер, мына жерде таңба ауысады. Міне таңба ауысады осы жерде. Таңба ауысады. Сонда x үлкен 0-ден болады. Яғни енді аралықсыз жесек, аралықсамыз. Аралықсызсақ мына жерде 0 сақ, мына жерде оң жақта. Мына жерде боялама, боялмай. Мына жерде бізде қатаң. Қараңыздар, қатаң. Қатаң болса боялмайды, оң жаққа плюс, сол жаққа минус болса, бізге не керек? 0-ден үлкендер керек. Яғни плюстарды бояймыз. Плюс жақты бояймыз, плюс жақты. Яғни сонда бізде жауабымыз 0-ден плюс шексіздікке дейін. Сау болыңыздар. Осы тақырыпты түсінді деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған Ибро ағайларыңыз.